Ірі өндірістік компаниялардың жұмысы тек технология мен өндірістік процеспен шектелмейді. Оның тұрақтылығы өндірістік тәуекелдерді бағалау, төтенше жағдайларға дайындық және қауіпсіздікті қамтамасыз ететін кешенді жүйеге негізделген. Бұл бағытта азаматтық қорғаныс пен арнайы жұмыстар маңызды рөл атқарады. Бүгінгі кейіпкеріміз Қазтрансойл акционерлік қоғамы корпоративтік қауіпсіздік басқармасының азаматтық қорғаныс және арнайы жұмыстар секторының бас маманы Рысбек Сапарғалиұлы Қанатов. Сіздің негізгі міндетіңіз неден тұрады? Азаматтық қорғаныс іс-шараларын жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу болып табылады. Тек жоспармен ғана жұмыс істейміз. Тапсырмалар энергетика министрлігінен келіп түседі және төтенше жағдайлар министрлігінен келіп түседі. Соларға жыл бойы істелген жұмыстар бойынша біз жылдың аяғында есеп береміз. Сіздер үйлестіретін жұмыс қандай бағыттарды қамтиды? Бұл жерде енді азаматтық қорғаныс тек қана бір жүйені, бір саланы ғана қамтымайды. Біздің компанияға қатысты, біздің компанияның жұмысына қатысты бүкіл саланы қамтимыз. Экономика жағынан да, техника жағынан да, байланыс жүйесі, басқаруды ұйымдастыру. Жақсы маманның бойында қандай қасиеттер міндетті түрде болуы керек? Білікті маман жан-жақты болуы керек. Оның ішінде тез шешім қабылдайтын қабілеті болуы керек. Жұмысты ұйымдастырушылық қабілеті болуы керек. Бұл жұмыс сізді қандай қасиеттерге үйретті? Әртүрлі салаға байланысты болғасын, ол өте қызықты. Бұл осы жұмысқа келіп, мен көп нәрсені білдім. Ұстамдылық біріншіден, анализ жасау қабілетін, әр нәрсенің тез түсініп, тез болжап білу. Бүгінгі жастарға, әсіресе жас ер азаматтарға қандай ақыл кеңес айтасыз? Классиканы көп оқу керек. Кітап көп. Қазір жастар кітап оқымайды. Мен ең бірінші соны айтар едім. Ақындар көп жақсы, мысалы Қадыр Мырзалиев, Абайды бар, Мұхтар Әуезов. 9-шы класста мен көп оқыдым. Это нешедегі 12, 15, 10. Вот сол кезде адам көп оқыса, далада қалмайды. Өзіңізге қуат беретін, демалдыратын сүйікті ісіңіз бар ма? Жаяу жүру. Жаяу жүруден жақсы көремін. Жаяу жүрген кезде ойыңды жинақтап, көп нәрсені сараптап, сөйтіп өзімде бір демалып қаламын. Рысбек Қанатов азаматтық қорғаныс бағытында жоспарлау мен ұйымдастыру жұмыстарын жүйелі түрде жүзеге асырып жүрген қызметкер. Оның еңбегі тікелей көзге көріне бермесе де, әр шешімнің артында үлкен жауапкершілік пен нақты есеп жатыр. Бұл сөзден гөрі істі таңдаған өз ісіне адал маманның жолы.